мұсылман адамды періштелер жармасып, жүр сауал жауапқа деп сүйрелеп бара жатқанда екінші мұсылман ортаға түсіп айтады екен: бұл кісіні қинамаңыздар, мен куәмін. Менімен бірге намазға барған мешітке, намазда тұрғанда менің жанымда тұрғанына мен куәмін. Оразада ауызашарда бірге отырдық, менің аузым берік деп айтқанына мен куәмін. Тарапы намазда бірге болдық, садақа беріп жатқанында жанында тұрдым, қажылық қылып жатқанда мен куәмін дейді. Лияшхаду манафиахум, пайдаларына куәлік беру үшін дейді. Біріншіден бір-бірімізге және өз-өзімізге куәлік береміз. Білесіз ба, қиямет қайым болған кезде ауыз бенен тіл мөр басылады.